Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге көпшіліктің жүрегін жаулап алған ерекше дәмді тағамдардың бірі маклюбе тағамының рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: сиыр еті, картоп, сәбіз, пияз, күріш және баялды. Қалауыңызша көкөністерді өзгертіп алсаңыздар да болады. Ең алдымен етімізді турап аламыз. Одан соң көкөністерді тураймыз. Картопты видеодағыдай дөңгелек етіп, қатты жұқадай емес, қатты қалыңдай емес, орташа етіп тураймыз. Сәбізді де дәл солай орташа қылып дөңгелектеп турап шығамыз. Баялдыны да дәл солай дөңгелектеп турап аламыз. Пиязды ең соңында саламыз. Бұны да дәл осылай дөңгелектеп кесіп қоямыз. Ең алдымен етімізді табаға қызып тұрған майдың үстіне салып, жақсылап қуырып аламыз. Қарапайым ет пісіргенде етіп пісіріп аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламын. Кейін ыстық су құйып, астын басып, бетін жауып қоямыз. Етіміз пісіп жатқанда табаға сұйық май құйып, қатты қыздырып, осыған көкөністерді қуырып аламыз. Әр көкөністі бөлек-бөлек қуырамыз. Ең алдымен баялдыны, сәбізді, картопты екі жағынан аудартып, қызартып пісіріп, қағаз сүлгіге майын сорғытып саламыз. Күрішті алдын ала жуып алдым. Кастрюльге сұйық май құйып қыздырдым. Енді күрішімізді су құймай орташа отқа қуырамыз. Және де тұз салуларыңызды ұмытпаңыздар. Ал енді маклюбені жинаймыз. Ол үшін бізге кішкентай қазан немесе кастрюль қажет болады. Ең бірінші пиязды саламыз, оның үстіне піскен етті саламыз, одан соң қуырылған сәбіз саламыз. Үстінен қасықпен басып шығамыз, және дәміне қарай тұз себеміз. Одан соң піскен картоп саламыз, дәміне қарай тұз салып, және қасықпен басын қыраймыз. Енді піскен баялдыны саламыз, оны да тұздап, үстін басып тығыздаймыз. Одан соң күрішімізді салып, жақсылап басып тығыздаймыз. Өйткені шашылып қалмау керек аударған кезде. Енді үстіне қайнаған су құямыз. Су күріштің бетін жауып тұруы қажет. Шамамен 1 сантиметрде жауып тұруы керек. Асын кішкене шығарамын, сол кезде бұрқылдап қайнайды. Енді осы қайнаған кезде оттың астын жайлатамыз, және де 30-40 минут пісіреміз. Енді үстіне кішкене тұз немесе бұрыш сеуіп жібересіздер. Мен өзім бұрыш септім кішкене. Әзірше пісіп жатқан кезде салатымызды дайындап қоямыз. Мен оған қызанақ, қиярды турап, салып жақсылап араластырдым. Біздің тамағымыз да дайын болып қалды. Енді оны төңкереміз, салатымызды да салып шығамыз. Енді айналасына айран құямыз. Қараңыздар, біздің маклюбе өте керемет, әдемі болып шықты. Дәмі дейтін енді сөз жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Кездескенше достар.